Қайырлы таң біздің сүйікті көрермен. Ақ қарға оранған қыс мезгілі өз қуанышын ала келді. Осыдан 118 жыл бұрын ағайынды люмьерлер кинематографты ойлап тауып алғашқы кино түсірген болатын. Баршаңызды халықаралық кино күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Берекемен тұспа-тұс келген туған күндеріңіз құтты болсын. Жақсылықтар жалғасын таба берсін. Осынау шуақты күнді белгілі цирк әртісі, буынсыз адам деген атқа ие Айдос Тоқтарбаевпен қарсы аламыз. Бізбен уақыт тамаша. Айдос Тоқтарбаев 1982 жылы Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында туған. 2004-2006 жылдары Қазақстан рекордтары кітабына енген. Халықаралық өнер байқауларының жеңімпазы. Арманы Гиннес рекордын жаңарту. Қайырлы таң, Айдос, сізді ел арна Оян кезет ұжымы шын жүректен құттықтайды туған күніңізбен. Бұл біздің сыйлығымыз. Қабыл алыңыз. Өнеріңіз ерекше. Бұл туа біткен өнер ме, әлде жүре бара үздіксіз дайындықтың жемісі ме? Бұл әуелі бірінші жаратқанның сыйы деп білем. Өйткені мен бала күннен туғаннан өз майысқақ болып, елді таң қалдырған әлі күнге дейін әке-шешем айтып отырады, ауылдағылар айтады. Енді кейін жүре келе өзім туған ағам, марқұм ағам ардақ дайындап, өсіп жеткізді. Одан кейін мектептің сыныпта мектепте оқып жүргенде кружок дейміз ғой, орысша үйірмелерде, ашылған үйірмеде Райгүл апайымыз дайындаған сахнаны көріп, содан ары қарай жетіліп, кейін үлкен сахналарға шығып, кейін мына цирк, қара шаңырақ циркке оқуға түстім. Бала күнде қызықта болды. Біреуге жақсылық жасайын деп арты зиянында тиіп кетіп жететін ұшқалақ болдым. Отбасыңыз туралы білгіміз келеді. Әке-шешем ауылда, Қарабұлақта, 70-тен асқан үлкен кәрі кісілер, қария құрметті демалыста. Әкем құрылысшы, 40 жыл құрылысшыда істеген, шешем үй қызметкері. Үйде 4 бала бармыз, тіріміз қазіргі 2 ұл 2 қыз. Менің алдымда ағам ардақ марқұм болған. Жұбайым бар. Жұбайым осы жақында некелестік. Оразаның бас кезінде, осы ораза айының қасиетті Рамазан айында. Қазір енді кішкентай нәрестелі боламыз ба деп күтіп жүрміз. Қазақ циркінің болашағы туралы не айтар едіңіз? Бізде кішкене бағаланбай жатыр да, енді айтарым. Өнер, маңдай тер, циркте деп айтар едім. Нақ өнер, нақ маңдай тер, қаншама адамның күш-жігері сарқылады. Сондай өнер бізде кішкене бағаламаймыз. Сол жағы ғана кішкене ақсау. Арман жарқын, болашағы жарқын бір өнері керемет, сондай бір балалардан топ құрып, сондай бір циркте, театралды бір үлкен шоу жасағым келеді. Барлық сабақтар жаңа көріп отырсыздар. Түгел мына Жангелдиева мысалға сабақ өтеміз.